Ассалаумағалейкум, көрермендерім, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай, жақсы ма? Осы машинаны 2022-де салоннан алып бір қуанғам. 2 жыл 22, 23, 24, 3 жылда 1 миллион кредит. Әрең жабылған ғой, кредит банктен основной толықта. Атак төлеген ақшам 3 миллион бір бәлем. Сонымен 3 миллион 800 бе, 3 миллион 4 миллион теңгеде ақша төлептім да банкке. Основной долгтан 1 миллион ғана жабылған. Соны көріп шошып кеткенсің ғой, құрсын машинаның құны кредиттің проценті деген страшно ғой, не деген сұмдық бұл кредит процент. Одан да осы бір ямадан шығайыншы, осы бір кредиттен құтылайыншы, жаңа машина айдамай қойын, сухой блатной болмай қойын дедім да, осы машинаны сатып жібердім. Атак машина жаман емес, негізінде жақсы, бірақ кредитке алғаннан кейін өте қиын екен. Кредитін жабу 7 жыл қалған мүше кредитқа. Бітпей кетеді ғой, кредиті бар ғой. 3 жыл 4 жыл кредитін төледім, сосын құрсын шаршадым. Сатып жібердім, бір ямадан құтылайыншы деп. Одан да базардан арзандау бір машина ала салайыншы деп. Сөйтіп сатып жібердім. Бұлай жақсы машина, негізі кондер бәрі болған еді ғой. Механик еді, бірақ бір минусы механик еді ғой. Сөйтіп бір кредитімнен құтылдым, әйтеуір жеңілдеп қалдым кішкене болсын. Сөйтіп ойлаймын мен де, салоннан кредитқа машина алудың пайдасы жоқ екен. 5 жыл айдағаннан кейін ол машина қаншаға сатасың? Мына машина маған 10 миллионға айналатын еді. Егер до конца 7 жыл айдап, 7 жыл кредитін төлегенде 10 миллионға айналатын маған. Мен бұны 4 жылдан кейін 4,5 миллионға саттым. 7 жыл айдағаннан кейін мен бұны қаншаға сатам сонда? 10 миллион кредит төлеймін. Әр жағында 7 жылдан кейін 2 миллионға ма, 1,5 миллионға ма сататын шығарсың, наверное. Егер дені сау болса бұл машинаны оға дейін. Сондықтан да кредитқа ешқашанда машина алмау керек. Алса 50%-ын беріп, сөйтіп алған дұрыстау болады, жеңіл болады кішкене, 50%-ын беріп. Так 10%, 5% беріп кредит алудың, машина алудың қажеті жоқ деп ойлаймын.